بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін бізде لما بلغت السابعة من عمري деген тақырып. Бұл жерде кішкентай бала өзінің 7 жастан кейінгі өмірі туралы баяндаған. Ләмма деген бізде сол кезде деп аударылады. Балағту яғни жеткен кезде, мен әс-сабиата бізде 7. Мен умри яғни өзімнің өмірімде. Бірінші біздер мәтінді толыққанды аударып шығамыз, одан кейін аф'алдарын, яғни етістіктерін, одан кейін есімдіктерін, үшіншіден біздер кейбір пайдаларды айтатын боламыз. Мәтінде айтып жатыр: "Ламма балагту сабиата мин умри". Умр деген бізде ғұмыр деп аударылады, көпше түрі а'марун болады. Ламма балагту мен жеткен кезде ас-сабиата 7 жасқа мин умри өзімнің ғұмырымда амарани маған бұйырды. Әби кім бұйырды? Әкем бұйырды, бис-сала, намаз оқуды бұйырды. Ва кунту та'алламту кафиран мин ад-ад'ияти ва хафизту сувара мин ал-Qur'анил карим мин умми дейді. Та'аллама деген бізде үйрену. Мен үйрендім кафиран көптеп мин ал-ад'ияти. Ад'ия бізде дұғаның көпше түрі. Яғни көптеген дұғаларды ва хафизту сувара мин ал-Qur'анил карим. Және де Құран кәрімнен сүрелерді жаттадым. Суар деген бізде сура деген сөздің көпше түрі. Мен умми дейді, яғни анамнан үйрендім деп жатыр. Нені? Құран кәрімді жаттап, және де көптеген дұғаларды үйрендім дейді. Ва канат умми татакалламу ма'i. Анам менімен сөйлесетін еді дейді. Татакалламу сөйлесетін. Кулла лейлатин әрбір түні индал манам ұйқының алдында. Фатақуссу алайя маған айтып береді хикаяларды. Қиссасал анбия пайғамбарлардың қиссаларын айтып беретін еді. Ва кунту асмау хазигил қиссаса бинашатин ва рағба. Осы қиссаларды тыңдайтын едім дейді. Қалай? Бинашатин ва рағба. Оған талпыну жақсы көрумен және де сергектікпен тыңдайтын едім. Ва бадату азхабу ма'a аби илал масjid. Сосын не істеді? Және де бадату бастадым, азхабу баруды бастадым. Ма'a аби илал масjid. Әкеммен бірге мешітке барып бастадым. Ва aqumu фи саффил атфал. Атфал бізде тифл деген сөздің көпше түрі, яғни балалар. Ва aqumu тұратын едім. Саф деген бізде сап. Балалардың сабында тұратын едім. Халфа саффир риджал. Харфа деген бізде артында, яғни еркектердің сабының артында тұратын едім, балдардың сабында. Ва ламма балагтул аширата мин умри. Сөйтіп 10 жасқа жеткен кезде қала ли марратан. Бір реттері маған әкем айтты. Қады әкмәлтәл ән мен умурика 9 синин. Әкмәлі деген істеу толықтандыру. Әнті әкмәлті деп атыр. Яғни сен толықтандырдың әл-ән қазір мен умурика өзіңнің ғұмырында 9 синин. Яғни сен 9 жасқа толдың деп жатыр. 9 жасты толықтырдың. Вәл-ән қазір әнті ибну 10 синин. Тікелей аударатын болсақ, сен 10 жастың баласысың. Бұлай айтқанда не? 10 жастағы баласың. Фаиза таракта салатан дарабтука. Егер сен намаз тастайтын болсаң, дарабтука оған шара қолданамын, яғни ұрамын дейді. Лианна набия саллаллаху алейхи вассалама қал. Себебі дейді, себебін баяндап отыр, не үшін екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: муру дейді. Муру деген бұйырыңдар. Ауладакум өздерінің балдарына бұйырыңдар. Бес салати намазға. Вахум абнау 7 синин. Олар 7 жасқа болған кезде балдарына намазға бұйырыңдар, яғни үйретіңдер, иә. Вадрибу алейха. Егер намаз оқайтын болса, оларға не? Ұрыңдар, жаза қолданыңдар. Алейха вахум абнау 10. Олар 10 жасқа жеткен кезде, яғни 10 жастың балалары болған сәтте. Вақасса алейя аби қиссасал атфал. Сөйтіп, әкем маған қасса, яғни баяндады, хикая қылып айтып берді. Алейя маған, аби әкем қиссасал атфал, яғни балалардың қиссаларын айтып берді. Қандай балалар? Әлләзина хафазу алас-сала. Намазға сақтықпен қараған балалардың не? Қиссаларын айтып берді. Фис-сиғари, кішкентай кездерінде. Ва кана лахум ша'нун. Және де олардың орны болды. Ша'n деген бізде не? Яғни бір адамның дәрежесі немесе орны. Ва кана лахум ша'n. Олардың дәрежесі болды. Яғни манағы кішкентай кезінде намазға сақтықпен қараған кісілердің дәрежесі болды. Қай кезде? Фил кибари. Үлкен болған кезде дейді. Кибар бізде не? Үлкен кез. Сиғар деген кішкентай кез. Сөйтіп бұл бала айтып жатыр: "Қульту, мен айттым дейді. Я аби, ей әкешім, иннака ла тахтажу иля ан тадрибани. Мені ұруға мұқтаждық танытпайсыз дейді. Саухафизу алас-салават. Мен намаздарға, салават не саланың көпше түрі. Мен намаздарға саухафиз сақтықпен қараймын.
وكذلك فعلت деген осылай істеп жүрген едім дейді. فقد كنت أصلي أينما كنت қай жерде болсам да намаз оқитын едім. Kuntu яғни сондай болдым. Kuntu إذا ذهبت إلى السوق яғни базарға барған сәтте, أو كنت في شغل немесе бір іспен шұғылданып жатсам, أدركتني الصلاة في مكان صليت. яғни أدركتني маған жететін болса, яғни намаздың уақыты кіріп келетін болса, ас-сала намаз кіріп келетін болса, намаздың уақыты маған жетсе, фи маканин саллайту. Қандай жерде болмасам да саллайту, кунту саллайту. Мен жер кунтудан басталды. Яғни намаз оқитын едім дейді. Қандай мекенде, жерде болмасын. Лианни араннаса. Не үшін енді? Себебі мен дейді, араннаса адамдарды көремін, ла яхджалуна минал акл. Яхджалун яғни олар ұялмайды. Адамдарды көретін еді, ол адамдар не істейтін еді? Ұялмайтын еді. Не нәрседен? Ла яхджалуна минал акл. Яғни тамақ жеуден ұялмайтын. Иза жау, егер қарындары ашса. Уаллаиби иза араду. Және де ойын сауықтан ұялмайтын еді, егер ойын ойнауды қаласа. Иза араду. Адамдар сонда қаласа. Фалимаза ахджалу минас салати. Не үшін мен ұялуым керек? Намаздан дейді. Ва иннас салата ла фарида. Расында намаз ла фарида. Ол не? Парыз деп атым жеріне. Ла деген таукид, яғни күшейтпелі шырайда кетіп тұрған харф болады. Яғни әріп болады. Ла фарида не? Яғни ол парыз деп атыр. Ва иннас салата ла шарафун лил муслим. Расында намаз мұсылманның не? Шарапаты, құрметі деп атыр. Ва харажту марратан иля мубаратин. Ва харажту марратан, мен шыққан едім дейді. Марратан бір кездері иля мубаратин. Мубара деген бізде матч, яғни футбольный матч. Ва кана зихаму шадидан. Сөйтіп, зихам деген бізде кептеліс, яғни кептеліс қатты болған еді. Ва адракатни салатул асри. Сөйтіп, маған аср намазы жетіп келді, яғни аср намазының уақыты болды. Ва кунту аля удуин. Сөйтіп, мен дәретім бар еді, дәретте болдым. Фақумту усалли. Тұрып намаз оқыдым. Ва жаалан насу янзуруна илайя. Жаала яғни бастады деген мағынаны білдіреді. Жаалан нас адамдар бастады, янзуруна илайя. Янзурун қарап бастады кімге? Илайя, маған. Ва ятаажабун. Сөйтіп олар таңғалып бастады. Ва акмалту салати бисакинатин ва атидал. Мен намазымды акмалту толықтандырдым, салати намазымды бисакина тып-тыныш, ва атидал тіп-тіке дейді, яғни тез-тез андай бүгіліп емес, бәлкім не? I'тидал деген тіп-тіке өзін ұстап тұру. Ва ражаату илал мубарати. Сөйтіп намаз біткеннен кейін матчқа оралдым дейді. Валамма интахатил мубарату. Сөйтіп матч аяқталған кезде жа илайя раджулун. Маған бір кісі келді. Ва саалани. Менен сұрады. Ан исми. Есімімді. Васми валиди. Әкемнің есімін сұрады. Ва саалани. Менен сұрады және ан синни. Жасымды сұрады. Фа ахбартуху. Сөйтіп ол кісіге не? Хабар бердім өзімнің жасым туралы, есімім және әкемнің есімі туралы. Фа асна аля абик хайран. Сөйтіп әкеме жақсылықпен не? Мақтады. Ва даали бил барака. Даа яғни маған дұға қылды, ли маған бил баракати, берекемен дұға қылды. Ва қала және айтты, ма раайту валадан юсалли фил мубарати. Матчта намаз оқып тұрған баланы көрмедім. ويترك كثير من الناس الصلاة في هذا الوقت. يعني يترك تستايد كثير من الناس адамдардың көбісі الصلاة намазды тастап қояды адамдардың көбісі في هذا الوقت. Осы уақытта дейді, қай кезде? Матч болып жатқан сәтте. فحمدت الله وشكرت أبي. Сөйтіп Аллахқа мақтау-мадақ айтып, وشكرت أبي. Сөйтіп әкеме алғысымды айттым дейді. Жалғастырып айтып жатыр. Вала атруку салата иза кунту мусафиран. Намазды тастамаймын мен иза кунту мусафиран. Яғни сапар шегіп кеткен кезде, мусафир яғни сапар шегуші. Сапар шегуші болған кезінде намазды тастамаймын. Ва ара кафиран минан наси юсаллуна фил хадар. Яғни көптеген адамдарды көремін дейді. Юсаллуна фил хадар. Яғни тұрғылықты болған сәтте, яғни сапарда емес, тұрғылықты мекенжайда болған сәтте юсаллу намаз оқиды олар. وَيَتْرُكُونَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ. Сөйтіп олар не істейді? Намазды тастап қояды фи сафар, сапарға шыққан кезде. وَيُصَلُّونَ فِي الصِّحَّةِ. Яғни сихха деген бізде денсаулық. Денсаулықтары болған кезде намаз оқиды. وَلَا يُصَلُّونَ فِي الْمَرَضِ. Сырқаттық кезінде, яғни ауру сәтінде олар не? وَلَا يُصَلُّونَ намаз оқымайды. مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ. Яғни مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ деген, яғни осымен қатар, مَعَ أَنَّ деген осымен қатар. Яғни бұл жағдайға қарамастан деп жатыр. أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْ أَحَدٍ.
Tasqut яғни түсу немесе құлау деп тікелей аударамыз. Бұл жерден түсу. Яғни адамның мойнынан түспейді демекші. Ан ахадин, ешкімнің не мойнынан намаз түспейді. Ва ара касира минан наси ла юсаллуна би'тидал. Және де көптеген адамдарды көремін, ла юсаллуна би'тидалин ва сакинатин. Яғни не олар тіп-тіке, дүзеу және де тып-тыныш асықпай оқымайды. Ва юсриуна касиран. Не істейді олар? Тез-тез оқиды көбісі. ولا أذكر أني تركت الصلاة في هذه السنوات الأربع. ولا أذكر деген яғни менің есімде жоқ, есіме ала алмаймын. أني تركت صلاة яғни бір намазды тастағанымды في هذه السنوات الأربع осы соңғы 4 жылда не намазды тастағаным есімде жоқ дейді. وإذا نمت عنها ал егер мен мысалы кейбір кездерде намаздан ұйықтап қалатын болсам, ау наситуха немесе намаздың уақытын ұмытып кетсем, мысалы намаздың уақыты болғанын, саллайтуха иза тазаккарту. Намазды оқимын дейді, иза тазаккарту. Есіме түсіп кетсе дейді. Не істегені? Ұйықтап қалғаннан кейін намаздың өтіп кеткені, немесе жалпылама ұмытып кеткені есіне түссе, намазды бірден оқимын дейді. Ва инни расында мен дейді, ас'алуллаха та'ала ат-тауфиқ ва сабат. Тауфиқ яғни не? Аллахтан болатын жәрдем. Мен сұраймын Аллахтан өзінен жәрдемді, және де ва сабат, және де не? Беріктікті сұраймын дейді. Бұл бізде екінші дәрісте келген мәтін. Енді осы дәрісте келген етістіктерді, есімдіктерді және де кейбір пайдаларды алып көрейік. Әл-аф'ал етістіктер. Бірінші бізде мағынасы, одан кейін әл-мади өткен шақтағы, одан кейін мудари осы шақтағы, және де әл-амр бұйрық райы, одан кейін әл-мастар, яғни сөздің түбірі. Кейін бізде жүмлә, яғни сөйлем бар. Бұл жерде бізде сөйлемдер өте көп, жалпылама не бір немесе екі сөйлем алумен шектелеміз. Бізде бірінші келген сөз «Валамма балағту саби'ата мен умури» бізде тақырыптың аты. Енді балағту деген не? Жетістік. Осы жерде балаға мағынасы васала илейхи сол нәрсеге жетті. Балаға жетті, яблуғу жетіп жатыр, ублуғ жет, булуғын жету. Мысалға мен жерде бірінші сөйлемді қарастырайық. Балаға әл-мутасаллиқу қимматал жабал. Мутасаллиқ бізде не? Альпинист. Қимма яғни жоғарысы, шыңы әл-жабал. Яғни таудың шыңына альпинист жетті. Вақады истағрақа сууду, яғни истағрақа деген алу. Сууд бізде көтерілу. Көтерілу алды дейді, қанша уақытты? 3 сағат, 3 сағатты шамамен не? Алды дейді. Екінші сөйлем, балағани әнна Мухаммадан маридун. Яғни маған хабар жетті, Мухаммад сырқат екені. Хайя ли наудуху. Кәнеки оны не? Зиярат етіп қайтайық. Кейін жетістік бізде қасса деген жетістік. Бізде қассаның екі мағынасы бар. Біріншісі қатааху белми қассы, яғни қайшымен қию. Екінші мағынасы хакаху ва раваху ахбараху, яғни қиссаны айтып берді, бір нәрсені баяндады. Бірінші мағынасын қарастырайық. Қасса, яғни не қиды, яқуссу қиып жатыр, қусса қи, қассун қию. Мысалға сөйлем, ладайя алатун хилақа, яғни менде не? Шаш қиятын құрылғы бар, кахрабаия, яғни электрлік. Фала аззабу илал халлақ, шаштаразға бармаймын. Ва aqumu ana bi qassi sha'ri. Aqumu ana bi qassi sha'ri деген не? Өзімнің шашымды өзім қиямын. Лианна забаина себебі клиенттер дейді, индал халлақи шаштаразда кафирун көп дейді. Вала ухиббул интизар, ал мен күткенді жақсы көрмеймін дейді. Екіншісі қасса алейхи каза, яғни бір қиссаны айтып берді, баяндады. Мысалға сөйлем, яқуссу алейя ибни куллама ража минал мадрасати ма яхдусу лаху фиха. Яқуссу алейя, яғни маған айтып береді, менің балам дейді, куллама ража минал мадраса, яғни мектептен қайтқан сәттерінде. Ма яхдусу лаху фиха, яғни мектепте ода қандай жағдайлар болып жатқанын естиді, баяндап береді дейді. Кейін жетістік бізде такаллама, яғни тахаддаса мааху, онымен сөйлесті. Такаллама сөйлесті, етакалламу сөйлесіп жатыр, такаллам сөйлес, такаллумун сөйлесу. Мысалға, ла татакалламу зайнабу маар риджал. Зайнаб еркектермен не сөйлеспейді. Екіншісі бізде каллама деген бар, осыған ұқсас, яғни хаддасаху, яғни оған сөйледі, немесе сөйлесті, бұл да жалпылама. Каллама сөйледі, юкаллиму сөйлеп жатыр, каллим сөйлес, таклим сөйлесу. Мысалға, ла тукаллиму зайнабу ар-риджала. Яғни Зайнаб еркектермен сөйлеспейді. Осы жердегі жалпылама айырмашылығы не? Мен жерде такаллама деген нәрсе маамен келеді, ал каллама не? Тікелей өзіне байланады. Бізде келесі істік бадаа. Бадаа деген яғни басталды немесе бастады. Оның атауы интаха, яғни бітті немесе аяқталды. Бадаа бастады, ябдау бастап жатыр, ибда баста, бадун бастау. Мысалға сөйлем, бадату усалли ба'да ан асламту мубашаратан. Яғни усалли, бадату усалли, намаз оқып бастадым, ба'да ан асламту мубашаратан. Яғни исламға келгеннен кейін мубашара, яғни бірден дейді, валиллахи алхамд дейді.
Екінші сөйлемді қарастырайық. Бадату афхамул Qur'ана бада ан дарастул арабия. Бадату афхам, яғни түсініп бастадым ал-Qur'ана, Құранды, бада ан дарастул арабия, яғни араб тілін оқығаннан кейін дейді. Кейін кетістік бізде қала деген айтты. Қала айтты, яқулу айтып жатыр, қул айт, қаулу не айту, немесе мақал, немесе мақала. Айтушы болса бізде қаилун болады. Көпше түрі қалатун, яғни не айтушылар. Мысалға сөйлем, күнна джулусан фақала қаилун мақулан. Яғни күнна джулусан, біз отырған едік, фақала қаилун мақулан, яғни айтушы бір айтатын нәрсесіне айтты деп жатыр. Сөйтіп ол айтқаннан кейін не істеді? Абхакана, бізді күлдірді дейді. Фақулту лил қаили, сөйтіп ол айтқан адамға мен айттым. Ла тақул мақалан кәзибан, яғни өтірік хабарлама, немесе өтірік сөз айтпа. Литудхика ғайрака, өзіңнен басқа адамды күлдіру үшін. Фаинна хазал қаула харамун, расында бұл сөз не? Харам саналады. Фақул мақулан сидқан ва илля фасмут, яғни фақул мақулан сидқан, яғни шыншыл, немесе шын сөзді айт. Ва илля болмаса фасмут, яғни не үндеме дейді. Кейін кетістік бізде әкмәлә. Әкмәлә деген, яғни әтәммәху, толықтандырды. Әкмәлә толықтады, юкмилу толықтап жатыр, әкмил толықта, икмәлун толықтандыру. Мысалға сөйлем, ләм юкмил Абу Салман әд-дирасата ва фаддал әл-амәлә ма'a абихи. Яғни ләм юкмил Абу Салман. Абу Салман толықтандырмады әд-дирасата, дәріс дейді, ва фаддал әл-амәлә ма'a абихи. Өзінің әкесімен бірге жұмыс істеуді артық көрді. Келесі етістік бізде тарака, яғни таракаху, тастады деген мағына, яғни халлаху деген мағынаны білдіреді. Яғни маф'ул бізде не болады? Матрук, яғни тасталған, істелінген нәрсене тасталған болады. Тарака тастады, ятруку тастап жатыр, утрук таста, таркун не тастау. Мысалға сөйлем, ман талаба ар-рахата тарака ар-раха. Яғни мағынасы не? Кімде-кім рахатты талап ететін болса, ол не? Рахатты тастайды. Келесі етістік бізде хафаза. Хафаза деген сол нәрсені сақтау, соған не? Мән беру. Хафаза, юхафизу, хафиз, мухафаза, немесе хифаз. Мысалға сөйлем, юхафизу зайдун аля кутубихи. Зайд өзінің кітаптарына не? Сақтықпен мән беріп қарайды. Фахия кәл-джадида мин шиддати мухафазатихи алей. Яғни сол кітаптары қанша жыл өтіп кеткен болса да, кәл-джадида жаңа сияқты, мин шиддати мухафазатихи алейха. Сол кітаптарына не? Қатты сақтықпен қарағандығы себепті дейді. Кейін кетістік бізде ихтажа. Ихтажа дегенде мұқтаж болу, илейхи, яғни ифтақара илейхи деп мағына білдіреді. Егер мұқтаж адам болса, мухтажун деп айтамыз. Ихтажа мұқтаж болды, яхтажу мұқтаж болып жатыр, ихтаж мұқтаж бол, ихтияж мұқтаждық. Мысалға сөйлем, яхтажу куллу муслимин иля илми. Яғни әрбір мұсылман білімге мұқтаж болады. Лиябуда раббаху аля басиратин. Раббысына құлшылық ету үшін не нәрсеге? Аля басира, білімнің үстінде, ва янжуа минал фитан. Фитнадан, яғни бүліктерден не? Құтылуы үшін. Кейін кетістік бізде адрака. Адрака деген бір нәрсенің артына не? Жетті, ілесті деген мағына білдіреді. Адрака жетті, юдрику жетіп жатыр, адрик жет, идракун жету. Мысалға сөйлем, азхабу илал масжиди мубаккиран. Мешітке ерте барамын, хатта удрика такбиратал ихрам. Такбиратал ихрамда не? Үлгеру үшін. Яғни бізде такбиратал ихрам деген не? Намазға кірген кезде Аллаху акбар деп не? Айту. Сол такбиратал ихрамға не? Жету үшін мешітке ертерек барамын дейді. Келесі етістік бізде ра деген көрді. Яра көріп жатыр, ра деп айтамыз біз жерде бұйрығы, немесе ра, екі түрі бар. Мастары түбір қалай болады? Ра-юн, яғни не? Көру, немесе руия. Мысалы сөйлем, ма раайту ахадан асра хифзан min алийин. Ма раайту ахадан, ешкімді көрмедім, асра хифзан, яғни жаттау қабілеті тезірек ешкімді көрмедім, алиден басқа. Аллахумма барик, Аллах оған не? Береке берсін. Ра бізде көру болса, ара деген бар, яғни көрсету. Ара көрсетті, юри көрсетіп жатыр, әри көрсет, ираун көрсету. Мысалға сөйлем, иза тазавважа ар-раджулу бимраатин лаима. Лаима деген не? Арсыз, ұятсыз, имра деген әйел. Егер еркек ұяты жоқ әйелге үйленетін болса, аратху нуджума фи вадхин нахар. Яғни тапа-тал түсте, яғни күндіз уақытында ол күйеуіне не? Жұлдыздарды көрсетеді дейді. Келесі етістік бізде хажила. Хажила деген истахия, яғни ұялды. Хажила ұялды, яхжалу ұялу жатыр, ихжал ұял, хажалун ұялу. Мысалға, яхжалу Абу Салман жиддан иза калламатху имраатун. Абу Салман ұялады, қатты дейді, иза калламатху имраа. Оған әйел адам сөйлеген кезде дейді. Асындағы сөйлемді қарастырайық. Хажилту мен умми, анамнан ұялдым дейді. Ламма расабту фил имтихан. Имтиханнан не? Сәтсіздікке ұшыраған сәтте дейді.
Кейін кетістік бізде жаа деген аш болды. Аш адам болса жауан болады. Ал әйел адамға жауа деп айтамыз. Жаа аш болды, яжу аш болып жатыр, жуа аш бол, жуун аштық. Сөйлем. Индама ашуму раихата лахмин. Лахм дегеніміз ет, раихатин иіс. Еттің иісін ашуму иіс келген кезде дейді, машуиин, яғни не қақталған дейді, ясилу луаби ва ажуъ жиддан. Ясилу луаби деген яғни сілекейім ағады, луаб дегеніміз сілекей, ва ажуъ жиддан. Қатты не қарым ашады дейді. Шабиа бар, жааның антонимі, бұл не тою. Шабиа тойды, яшбау тойып жатыр, ишбау той дейді, шибау не тою. Мына астындағы екінші сөйлемді қарастырайық. Күнту жауана, аш болдым дейді. Фаакалту хатта шаби'ту, мен жедім дейді, қай кезге дейін тойғанша дейді. Кейін кетістік бізде атиша, яғни шүл деді. Яаташу шүл деп жатыр, яаташ шүлде, аташын шүл деу. Шүл деген адам болса атша деп айтамыз, әйел адамға атша деп айтамыз. Мысалға, яаташул мар'у касирун фи фасли сайф. Яғни адам яаташу шүл дейді, көбірек дейді, фи фасли сайф, жаз мезгілінде. Келесі етістік бізде арада деген қалады. Рағиба фихи, сол нәрсегіне талпынды. Арада қалады, юриду қалап жатыр, әрид қала, ирада қалау. Астындағы үшінші сөйлемді қарастырайық. Мысалы мына жерде айтады ме? Ма хадаса фи санаватил ахира, яғни соңғы жылдарда болған нәрсе дейді, фи биладил муслимин, мұсылмандардың елінде, мен фитан, яғни фитналар, бүліктер, азима, үлкен бүліктер дейді. Кана шайан, яғни сол нәрсе болды, юроду мен адаина. Юроду не? Қаланды дейді, мен адаина. Біздің жауларымыз не? Қалаған нәрсе болды дейді осы. Келесі бізде назара илейхи, яғни сол нәрсеге қарады. Назара қарады, янзуру қарап жатыр, унзур қара, назару не? Қарау. Мынау сөйлем бізде ұзақтау, осы жерге дейін қарастырайық. Мысалға міне, ақада Мухаммадун назаратал муаззама. Яғни винокль, Мұхаммад винокльді алды дейді. Ва назара илал джибал, және не істеді? Тауларға қарады. Келесі бізде тааджаба деген таңғалды. Тааджабу таңғалып жатыр, тааджаб таңғал, тааджубун таңғалу. Сөйлем тааджаба ахадул фарансиина ламма раани, яғни француздардың бірі таңғалды дейді. Ламма раани, мені көрген кезде уфтиру ва алал маидати, яғни мен таңғы ас ішіп жатырмын. Сол сәтімді көрген кезде не нәрсеге таңғы ас ішіп жатыр? Ва алал маидати аксару мин хамсати аснафи мин ат-таам. Яғни алал маида, столдың үстіне не тұрды деп жатыр? Аксар көбірек мен хамсати аснафи мин ат-таам. Яғни тамақтың 5 түрінен де көп тамақтың тұрғанын көрген кезде, яғни сол нәрсеге таңғы ас ішіп жатқанын көрген кезде француздардың бірі не істеді? Тааджаба, яғни таңғалды деп жатыр. Кейін кетістік бізде сәәлә деген сұрады. Антоним де аджаба ан болады. Сұраушы болса сәилун болады. Сәәлә сұрады, ясәлу сұрап жатыр, исәл сұра, суәлун не сұрау. Сөйлем, ат-талибул мужтахиду ясәлу муаллимаху. Яғни ынталы студент өзінің мұғалімінен сұрайды, кафирон көбірек, амма ла я'рифуху, яғни өзінің көп білмейтін нәрсесін істейді, ұстазынан сұрайды. Кейін кетістік бізде ақбара не хабар берді. Синонимі анбааху бих. Ақбара хабар берді, юхбиру хабар беріп жатыр, ахбир хабар бер, ихбарун хабар беру. Мысалы сөйлем, иза ахбарака ахадун би шайин фала тусаддиқху. Яғни біреу саған хабар берсе, би шайин бір нәрсеге хабар берсе, фала тусаддиқху. Ол хабарды расқа шығарма. Хатта ятика би байинатин ва дилил. Саған дәлел құжатпен не келмейінше. Келесі естік бізде әсна деген не? Мақтады. Әсна мақтады, юсни мақтап жатыр, әсми мақта, исна немесе сәна мақтау. Алейхи не алямен жүреді. Мысалға сөйлем, ла тусни алил мубтадиин. Дінде жаңалық шығарушыларды мақтама дейді. Ва ин канат фихим баъдул мазая. Мазая деген не? Олардың кейбір артықшылықтары болса да. Кейін кетістік бізде да'a лаху, яғни оған дұға қылды. Алу антоним қалай болады? Да'a алейхи. Яғни алямен келсе, бізде да'a деген нәрсене оны қарғады болады. Яғни антоним болады. Да'a лаху болса оған дұға етті. Да'a лаху, да'a дұға етті, яд'у дұға ету жатыр, үд'у дұға ет, ду'аун дұға ету. Мысалға сөйлем, ла тазлим ахадан фаяд'у алейка. Ешкімге зұлымдық қылма, саған не қарсы дұға қылмасы үшін. Ва ахсин иля кулли ахадин яд'у лак. Және саған жақсылықпен дұға қылатын әрбір адамға не жақсылық қыл. Фа иллам яд'у лака, егер саған жақсылықпен дұға қылмаса, фалан яд'у алейка. Ол саған не қарама қайшы қарғыс дұғасын не қылмайды. Кейін кетістік бізде хамида. Хамида не? Мақтау мадақ айтты. Немесе мақтады. Яхмаду мақтап жатыр. Ихмад мақта. Хамду не? Мақтау. Мысалға сөйлем. Ихмадиллаха фиссарраи ва дарра. Аллахқа не? Жасырын және жария түрде болсын не? Ихмадилла. Аллахқа не? Мақтау мадақ айтты.
Келесі жетістік бізде шакара. Шакара не? Алғыс айтты. Яшкуру алғыс айтып жатыр. Ушкур алғыс айт. Шукру не? Алғыс айту. Мысалға сөйлем. Аътанил муаллиму хадиятан. Маған мұғалім не? Сыйлық берді. Ламма наджахту фил имтихан. Имтиханда не? Жеңіске жеткен кезде. Фашакартуху. Оған не? Алғыс айттым. Ала хадил хадия. Осы сыйлығына. Ва кунту саидан жиддан биха. Және оның не? Сыйлығына қатты қуандым дейді. Кейін жетістік бізде сақата. Сақата не? Түсті, немесе құлады. Вақа деген мағынаны білдіреді. Сақата түсті, ясқуту түсіп жатыр. Усқут түс, суқутун түсу. Мысалға сөйлем. Саидар роджулун нахлата, яғни кісі не істеді? Пальмаға көтерілді. Лиежния самараха, оның не? Жемістерін жинау үшін. Фазаллат қадамуху, аяғы несе тайып кетті. Фасақата минан нахла, сөйтіп пальмадан құлады. Алал арди жерге факусират зирауху, сөйтіп оның не? Зира, шынтағы сынды. Кейін жетістік бізде асра. Асра дегені жылдамдатты. Антонимі аптаа, яғни жай болды. Асра тездетті, юсри'у тездетіп жатыр. Асри' тездет, исрa'ун тездету. Мысалға сөйлем. Ла тусри' ва анта татанавала таама ва кул би бут'ин. Ла тусри' яғни жылдамдатпа, ва анта татанавала таам. Тамақ жеп жатқан сәтіңде. Ва кул би бут'ин. Тамақты не? Жай же. Кейін жетістік бізде закара, яғни закараху, яғни тазаккараху, есіне түсіру. Закара есіне түсті, язкуру есіне түсіріп жатыр, үзкур есіне түсір, зикр не? Есіне түсіру. Мысалға сөйлем, масмука лақад наситу, сенің атың кім? Лақад наситу, сенің атыңды ұмытып қалдым. Сосын сәл біраз тұрды. Наам, я, анта Мухаммадун, сен Мухаммадсың. Закартукал ан, сені қазір есіме түсірдім. Келесі бізде әл-асма, есімдіктер. Бізде біріншісі әл-умур. Умур дегенне өмір. Немесе умр деп айтсақ болады, умур деп айтсақ болады. Синонимі әс-синну болады. Көпше түрі аъмар болады. Мысалға сөйлем. Кам мада мин умрика. Яғни мада деген өтті. Сенің өміріңде, ғұмырыңда қанша өтті? Яғни не? Жасың нешеде деген сөйлем. Келесі бізде хадис берілген. Ан Аби Хурайра. Аби Хурайрадан жеткен хадисте. Қала инна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама қал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты деп жатыр. Аъмар дегені умурдың көпше түрі. Аъмар уммати, менің үмметімнің жастары байна ас-ситтина иля ас-саб'ин. 60 пен 70 жастың арасында. Ва ақаллуху ман яжузу залика. Осы 70 жастан асып кететіндеріне асатындар аз деп жатыр. Келесі сөздік бізде ад-дуа. Дұғая антасалаллаха ма турид, яғни Аллахтан не қалаған нәрсеңді сұрау. Көпше түрі әддиятун болады. Мысалға сөйлем, дуау ғайриллахи ширкун. Аллахтан басқаға дұға ету ширк болады. Келесі сөз бізде ас-сура минал Құр'ан. Сура не? Бізде сүре, көпше түрі суарун болады. Мысалға сөйлем, фил Құр'ани 114 суратан. Яғни Құр'анда не? 114 сүре бар. Келесі сөз бізде ас-саф. Саф деген сөздің бізде жалпыма 3 мағынасы бар. Бірісіне сатыр, яғни сызық. Мысалға, юсалли Абу Абдуррахман фи саффил аувал. Абу Абдуррахман бірінші қатарда даиман, яғни әрдайым бірінші қатарда намаз оқиды. Халфал имам, имамның не? Артында. Бұл бізде бірінші мағынасы. Екінші мағынасы, міне қараймыз, әл-мустауа мин мустауаяти дираса фил мадраса. Яғни мектептегі белгілі бір дәреже, яғни класс деп айтамыз. Көпше түрі суфуф болады. Мысалға сөйлем, ядрусу ибни фи саффи салис. Менің ұлым 3-ші сыныпта оқып жатыр. Бил мадрасатил ибтидаия. Бастауыш мектепте дейді. Үшінші мағынасы бар бізде сафтың бізде не? Үшінші мағынасы әл-фасл, яғни сынып. Мысалға, яжлису туллабу фил фасл. Студенттер немесе оқушылар сыныпта отыр. Кейінгі сөз бізде халфа. Халфа деген вараа синонимі, яғни артында. Антоним қалай болады? Амама немесе қуддама, алды деген мағына білдіреді. Сөйлем, яқулуна фи Мисра, яғни Мысырда айтылады дейді. Халфа кулли ражулин азим, яғни әрбір ұлы еркектің артында имраатун азима, ұлы не? Әйел бар. Бұл жалпыма қазақтарда да бар. Кейін марра деген сөз келді, яғни марратан деп, әл-марра не? Әл-фә'ләтул вахида, бір реттік іс. Көпше түрі не болады? Маррат немесе мирар, яғни бірнеше рет. Сөйлем, иқра ид-дарса 10 маррат, дәрісті 10 рет оқы. Немесе екінші сөйлем, и'тамарту марратан вахидатан фи хаяти, өмірімде бір рет қана не? Умра жасадым. Кейін бізде сәна деген сөз келді, яғни көпше түрі келді. Фи санаватил ахира деді, яғни санават, сәна деген сөздің көпше түрі. Сәна деген жыл. Синонимі ам немесе хаул болады. Көпше түрі санават, яғни жылдар. Мысалға сөйлем, инқадат синуна кафира фи талабил илми. Яғни білім талап етуде көптеген жылдарым инқадат, яғни бітті. Валам ухассил минху илля қалилан. Сөйтіп білімде не? Көп нәрсеге жетпедім, яғни аз білім алдым дейді.
Wallahu musta'an. Allohning o'zi jardimchi. Alayya an ajtahida aksar. Mаған ne mіндет болады көбірек ijtihad qilу. Келесі сөз бізде as-sighar деген келді, яғни кіші кез. Антоним қалайды al-kibar, яғни үлкендік. Мағынасы не al-fatratu allati yakunu fiha al-mar'u saghiran. Яғни ол сондай бір фатра уақыт allati yakunu fiha al-mar'u saghiran. Ол кезде не адам кішкентай болады. Мысалы сөйлем, ihfazillah fis-sighar, яғни кіші кезінде Аллахты сақта, yahfazka fil-kibar. Аллах Тағала не сені үлкен болған сәтте қорғайды. Кейін біз әш-шә'n деген сөз келді. Шә'ннің екі мағынасы бар. Біріншісі әл-хал уәл амр, яғни белгілі бір жағдай. Көпше түрі шуунун болады. Екінші сөйлемді қарастырайық. Мысалға, сәәләт Зайнабу зәужаһа ат-талақа. Зайнаб өзінің күйеуінен талақ сұрады. Лианнаху ла яхтаму би шууниха. Себебі ол, яғни күйеуі ла яхтаму мән бермейді би шууниха. Ол әйелінің жағдайына, ва шуунил аулад, және де балдардың жағдайына мән бермейді. Ва яқди ағлаба вақтихи, өзінің көптеген уақытын өткізеді. Бил харижи, сыртта өткізеді. Кіммен? Ма астиқайhi, өзінің достарымен, ва фил мақахи, және де кафейняларда өткізеді дейді. Екінші бізде шә'ннің мағынасы ал-қадрул кабир, яғни не? Адамның белгілі бір дәрежесі қадірі. Вал манзилатил алия, яғни биік не? Оның орны. Мысалға астындағы мына екінші сөйлемді қарастырайық. Аш-шейхул Албани рахимахуллах, шейх Албани дейді: "Кана лаху ша'нун фи илмил хадис." Хадис білімінде не? Ол кісінің үлкеніне орны болды. Кейінгі сөз бізде шуғыл, яғни шұғыл деген, әл-амал, яғни жұмыс. Антонимі болады әл-фарағ, яғни бостық. Көпше түрі ашғалун болады. Мысалы астында екінші сөйлемді қарастырайық. Лән ухита құмсани әйнді хәдәл хайят. Яғни ухита құмсани, яғни көйлегімді тіктірмеймін әйнді хәдәл хайят. Бұл не? Тігіншіде дейді. Марратан ұқыра. Келесі мәртеде не? Осы тігіншіде тіктірмеймін дейді. Фа инна шуғлаху саййун. Расында оның жұмысы не? Саййун, өте нашар. Келесі сөз бізде әл-фарида, яғни парыз. Мағынасы ма аужабахуллаху аля ибадихи, яғни Аллах Тағала өзіне құлдарына бұйырған нәрсе. Көпше түріне болады фараид болады, яғни парыздар. Мысалы сөйлем, баъду наси фи Казахстан яътақидуна анна ас-салата лайсат фарида. Яғни кейбір адамдар Қазақстанда дейді, яътақидуна сенеді анна ас-салата лайсат фарида. Расында не намаз не? Парыз емес деп ойлайды. Келесі сөз бізде аш-шараф, мағынасы улул манзила ва даража. Яғни мағынасы улул манзила ва даража. Яғни не? Биік орын немесе биік дәреже. Көпше түрі ашрафун болады. Мысалға, Зайдун зу шарафин фи баладина. Зайдтың не? Біздің елімізде, біздің қаламызда жақсы орны дәрежесі бар. Яхтаримуху куллу вахидин. Оны әрбір адам не құрметтейді. Келесі сөз бізде әл-мубарату. Мубара деген не? Яғни матч. Мунафасатун риядия, спорттық жарыстар байна шахсайн ау фариқайн. Екі адамның немесе екі топтың арасында болатын не? Жарыстар. Көпше түрі мубараятун болады. Мысалы, мына сөйлемді қарастырайық. Екіншісін ла tudayyi waqtaka fi mushahadatil mubarayat. Яғни уақытыңды жоғалтпа fi mushahadatil mubarayat. Матчтарды көрумен не уақытыңды жоғалтпа. Келесі сөз бізде az-ziham, бұл кептеліс, синонимі al-izdiham ва az-zahma деп айтамыз. Сөйлем ямуту ба'ду наси фил хадж. Кейбір адамдар хадж уақытында өліп кетеді. Бисәбәбі зихами шадид, қатты не? Кептеліс себепті. Келесі сөз бізде әл-хадар. Хадар деген бізде не? Әл-мудун вәл-қура вәл-риф. Яғни тұрғылықты мекенжай ауыл болсын, ол қала болсын. Сосын айтылады, юқалу айтылады әхлул хадар. Яғни тұрғылықты мекенжайдың иесі. Мысалы, мына сөйлемді қарастырайық. Екінші сөйлемде салатул хадар, яғни тұрғылықты кезде болатын намаз, хия салатул муқим. Ол не? Тұрғылықты адам муқимнің не? Намазы. Уаксуха, оның антоним қалай болады? Салату сафар, яғни сапар намазы. Келесі сөз бізде ас-сихха. Сихха деген денсаулық. Антоним қалай болады? Әл-марат, яғни сырқат немесе ауру, немесе ас-сақам деп айтамыз. Мысалы, екінші сөйлемді қарастырайық. Ас-сиххату тәжун аля руусил ас-сихха. Денсаулық тәжун, тәж болып саналады. Аля руусил ас-сихха. Денсаулығы бар адамдардың басындағы тәж болып саналады. Ла яраху, оны көрмейді. Иллал марда, тек қана не? Ауру немесе сырқат адамдардан басқа не? Оны ешкім көрмейді. Кейінгі сөз бізде марид. Марид деген яғни ауру немесе сырқат. Синоним қалайды сақимун болады. Мысалы, жерде бізде хадис берілген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисі иғтаним хамсан қабла хамс. Яғни 5 нәрсе келмей тұрып, 5 нәрсенің қадірін біл деген. Шабабака қабла харамик, яғни кәрілік жетпей тұрып, жас кезіңнің қадірін біл. Ва сиххатака қабла сақамик, ауру келместен бұрын денсаулығыңды. Ва ғинака қабла фақрик, яғни кедейлік келмей тұрып, байлығының қадірін біл. Ва фарағака қабла шуғлика, яғни шұғылдан қалмай тұрып, бос кездегі уақытыңның қадірін біл. Ва хаятака қабла маутик, яғни өлім келмей тұрып, өміріңне қадірін біл дейді.
Антоним қалай болады? Мариттың, яғни сырқат немесе аурудың сахих болады. Яғни сау. Мысалға сөйлем. Ал-мусташфаяту мумталиатун бил марда. Больница мумталия, толып кеткен аурулармен дейді. Фахмадиллах аля сиххати вал афия. Аллахқа не денсаулық және сәлеметтігіңе шүкір ет. Бізде кейбір пайдалар бауырлар ләммаға қатысты. Ләмма деген сол кезде деп айтылады. Ол фи'л мади мен келуі мүмкін, зарфун би мағна хин, яғни сол кезде деген не мағынаны білдіреді. Ва фихи мағна шарт. Ол не шарттың мағынасы бар. Яғни қалай? Ләмма келеді, және одан кейін не жүмләту шарт фи'л мади. Яғни жүмләту шарт келеді. Ол не фи'л мади кейпінде келуі мүмкін, және не жүмләту жауап. Жауабы келеді, ол не ол да фи'л мади кейпінде келеді. Мысалға сөйлем, қарапайым сөйлемдермен. Ләмма дахалал имамул масҗида, яғни имам мешітке кірген сәтте aqamal muazzinu лис-салати. Азаншы намазға қамат айтты. Осы жеріне мынау не болады? Жүмләту шарт болады, мынау жүмләтул жауап болады. Немесе екінші мысалы қарасақ, ләмма раайтул кәббата аувала марратин, яғни Кәббаны алғаш рет көрген кезде шарт болды. Енді жауабы қандай? Бәкайту кәсиран, көп жыладым дейді. Екінші суреті бізде бауырлар, ләмма фи'л мударипен келетін болса қалай болады? Адату нафин таджзиму фи'л мудари. Бұл фи'л мударипен келетін болса ләмма не істейді? Фи'л мударипті жазм жағдайына өткізеді. Мысалға сөйлем, хәл атал устазу, яғни ұстаз келді ма? Сұрақ. Ал-жауап, жауабы не? Ләмма яти. Осы жеріне ләмма яти еді асылы. Бірақ не болды? Хазф, яғни осының соңғы әрпі не? Ауру әрпі өшірілді. Немесе екінші сөйлем, умтухинту, яғни имтихан қылындым. Ва азунну аннани аджабту джейидан фил имтиханат. Мен ойлаймын, арасында не мен имтихандағы сұрақтарға жақсы жауап бердім деп. Валакин бірақта ләмма тазхар. Осы жерден сукун болады. Фи'л мудари жерде сукун болады. Бұл жерде тазхари касрал болды, екі сукун кездескендігі себепті ан-натижа. Валакин ләмма тазхари натижа, яғни бірақта не әлі нәтижесіне шықпады дейді. Бұл бізде бауырлар пайдалар. Осымен біздер екінші дәрістегі мәтінді талқыладық. Әдеттегідей менің кеңесім дәрісті бастан аяғына дейін ең азы 10 рет, ең көбіне 50 рет оқу. Аллаху тағала а'лам.